Қайырлы күн, құрметті көрермен, сіздермен бірге мен Жалғасова Саида және мен жанында серіктесім Сағынғалиева Нұрай. Бүгінгі біздің басты қонағымыз, өзіміздің досымыз, группаласымыз Орынбасарова Гаухар. Біздің қозғайтын тақырыбымыздың бірі Қазақстандағы студенттер оқумен бірге жұмыста қатар алып жүреді. Оның артықшылықтары мен кемшіліктері туралы талқылайтын боламыз. Жалпы алдымен есептік көрсеткіштерге көз жүгіртетін болсақ, Қазақстандағы студенттердің 39% еңбек бағдарламаларына қатысқан, яғни жұмыс жасайды. Жалпы Қазақстандағы жұмыссыздықтың 3/1 екендігін, 3/1% екендігін есепке алатын болсақ, онда қазіргі студенттер еңбек нарығында өте белсенді, өте жоғары деңгейде. Жалпы бірақ дегенмен студенттерге оқу мен жұмысты қатар алып жүру оңайлық тудырып жатырған жоқ. Осы сұрақтардың жауабы ретінде қонағымыз Гаухардан сұрайтын боламыз. Қайырлы күн, шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Гаухар, жалпылама оқумен бірге жұмысты қатар алып жүру қиын емес пе? Барлығына қалай үлгересің? Сол туралы айта кетсең. Жалпы бірінші мен өзімнің қайда жасайтындай жалпылай айтып өтсем, құпия қалай берсін, барынша жалпылай айтып өтейін. Онлайн сауда платформасында жасаймын. Жұмыс уақыты менің 8-ден, кешкі 8-ден таңертең 8-ге дейін. Сабағыма кедергі деп мүлдем айта алмаймын, өйткені менің жұмыс уақытым түнгі ауысым болып саналады. Бәріне үлгерем деп айта алмаймын, бірақ сабағымды жіберетін студенттердің қатарында емеспін. Шыны керек қиындау жұмыс пен сабақты қатар алу. Түнгі таңда шығып, бірден сабаққа келесің. Сабағым 8:30-да, 8-де шығамын, сразу сабаққа келемін. Жалпы оқу мен жұмысты қатар алып жүру оңай емес, қиындық тудырады, уақытты алады, күшті алады. Жалпы не себепті сен жұмыс жасауды шештің оқу барысында? Қаржылық, біріншіден қаржылық стабильділікке ие болғым келді. Шыны керек енді қыз бала болғаннан кейін өзінің қажеттіліктерімді ие болғым келеді. Ата-анаңа күш салма деген сияқты. Және де мен қазіргі таңда платный дейді ғой. Ақылы бөлімінде оқимын. Барынша ата-анама күш салғым келмейді. Өздігіммен жұмыс жасап, өзімнің қажеттіліктерімді алғым келеді. Сол үшін осы жұмысқа кірдім деп айта аламын. Шыны керек, бүкіл мен физикалық, моральдық күшімді алады. Бұл жұмыс түнгі ауысым болғаннан кейін ұйықтамағандықтан кейін сабаққа келесің, сабақта ұйықтап қалу дейтін тағы бар. Бірақ сабақ үйге бар ұйықтамаймын, сабаққа ұйықтаймын. Апалар тыңдап отыр ұйықтап қалу дейтін болады. Шыны керек қиын, бірақ барынша сабақ үлгерімін жіберіп алғым келмейді. Жалпы мамандығым оқып жатқаннан кейін бұл мамандықта. Өзіңнің жұмысың қазір жасап жатырған өзіңе ұнай ма? Ұнайды. Ауыр емес, өзің қалап тұрсың. Қиын, бірақ жасағым келеді. Ұнайды, өзінің ортам бар. Ол жерде уже араласып кеттік. Ұжымың ұнайды. Шамамен менің 3 айда болған шығар ол жұмысты жасатқаным. Бүкіл менің энергиямды алады ол жұмыс, денсаулығымды алып біріншіден. Қазір таңда ұйықтамай сабақтан келгеннен кейін енді жүрек қатты қысып, демалмай болады ғой. Сондай сабақта отырған сондай чувстволар болады. Екіншіден бас ауыру, бас айналу, үшіншіден асқазан деген сияқты сол жерлерім көрінді. Денсаулығымнан қарау керек. Дұрыс, денсаулықты күту керек. Иә, денсаулық күту керек. Денсаулық бірінші орында әрине, бірақ жұмыстың бұрын. Жалпы жаңа өзің айтып жүрсің, моральдық тұрғыда, физикалық тұрғыда қатты шаршаймын деп. Жалпы бұның барлығы жаңағы түнімен жұмыс жасап, таңда сабаққа келесің, бұл сенің сабағыңа әсер етпей ма? Оқуға кері әсерін бермей ма? Жұмыспен бірге оқуды қатар алып жүру барлығы. Оқуға қалай үлгересің? Оқып үлгересің ба? Жалпы өздеріңіз байқаған боларсыздар, мен мүлдем сабақтан қалам деп айта алмаймын. Байқаймыз. Барынша N балл болуға тырысады. Қазір мен N апта сайын қойылады деп шықты, жаңа бағдарлама.
сол үшін мен барынша сабақты өткізгім келмейді. Сабақты уақытын жұмыста оқитын кездер болады, сабаққа келіп оқитын кездер болады, сабақты үстінде дайындалу деген сияқты. Сабаққа кері әсерін тигізеді деп айта алмаймын. Өйткені түнгі ауысым, таңертең 8:30 барынша үлгеруге, барынша 10 минутқа кешігіп келсем де осы сабаққа үлгеруге тырысамын. Өте белсенді оқушылардың бірі Гаухар. Сабақты да, жұмысы да барлығын қатар алып жүреді. Әрдайым да апайлардың көзіне түсіп, жақсы бағамен, почти вообще энбі жоқ деп айтуға болады, мүлдем. Ауырып қалса да басқа студенттерге қарағанда. Ауырып қалу себебі болмаса, былай сабақтан қаламын деп айта алмаймын. Сабақтан энбі жоқ деуге болады. Аз деуге болады. Жалпы енді өзім кеңес айтқым келеді. Қазірдің жұмыспен сабақты қатар алу студенттерге барынша бірінші орында негізі жұмыс емес, сабақ қой қазіргі таңда бізге. Біздің осы мамандық бойынша біз болашақта жұмыс жасаймыз деген сияқты. Ең бірінші орында қанша жұмыс жасасақ та осы сабақты жібермей бірінші білімімізді арттырған дұрыс. Және екіншіден денсаулығымызды күткен дұрыс. Денсаулық бірінші байлығымыз, әрине. Рахмет жауаптарыңа. Жалпы көрермен, тыңдармандар, оқу мен жұмыста қатар алып жүру ешқандай оңайлық тудырмайды, үлкен табандылықты, үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Және де бірақ дегенмен бұл тұрғыда жұмыс жасау мен оқудың бір плюсы, жақсы жағы ол үлкен тәжірибе аласың, өмірлік қажеттіліктеріңді тәуелсіздікке шығасың, қаржылай ешкімнен көмек сұрамайсың, өзіңе өзіңді жеткізіп отырасың да, өзіңнің керектілеріңді. Бірақ дегенмен денсаулықтарыңызды сақтауды, денсаулықтарыңызды ойлауды және де алдымен білім алуды бірінші орынға қойғандарыңыз жөн. Біз сіздермен болдырған подкастымыз аяғына жетті. Келесі кездескенше сау болыңыздар.